Мен Сүйіп Сағатбек Қуанышбайұлы, жасым 28-де, Қызылорда қаласының тұрғынымын. Мені қоғамдық ортада белсенді еткен қоғамның мүмкіндігі шектеулі жандарға деген көзқарасы. Арбаға мінген адамды көргенде таңырқай қарайтын көптің көзқарасын өзгерту үшін талпындым. Өйткені өзгелердің өзіме аянышты көзбен қарағанын ұнатпадым. Қазіргі таңда волонтерлік қызмет жасап келем. Осы салада жүргеніме 3 жылға жуық уақыт болды. Жылы жүрек жастар еріктілер тобын құрдым. Қазіргі таңда тобымызда 25-ге жуық волонтер жастар бар. Еріктілер тобының мақсаты қайырымдылық жасау арқылы мүмкіндігі шектеулі жандарға, сал ауруымен ауыратын балаларға, қарттарға, қоғамда көмекте мұқтаж адамдарға қол ұшын созып көмек көрсету, жақсылық жасап жарысу, қайырымдылық шараларын ұйымдастыру, әртүрлі рухани кештерді өткізу, жастарды рухани баюға, жақсылық жасауға тәрбиелеу, қайырымдылық жасау арқылы өзгеге үлгі көрсету және жақсылық жасауға шақыру, жастардың бос уақытын тиімді пайдалану. Аз уақыттың ішінде 40-қа жуық үлкенді кішілі қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, елдің алғысын алып келеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келер жылды волонтерлар жылы деп жариялады. Бұл да болса, Қазақстанда волонтерлардың дамуында үлкен көмек. Президентімізден тікелей қолдау алған волонтерлар енді аянып қалмайды деп сенем. Біздер Қазақстанды мейірімді елге айналдырамыз.